Всем привет! Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосыласыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бүгін бізде мен қай уақыттан бастап білім алып бастадым. Білім алу бұл адамдар үшін ең маңызды тақырыптардың еще ішпыстырарлық әңгіменің негізі бірінші білім алу деген. Но білім алғаннан кейін сен байқайсың да, что білім маңызды екенін. Білім бұл мақал бар ғой, білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады депші. Осы мақалда ақ айтып тұр, что білімді адамдар мыңды жығатынын. Ал енді мен қай уақыттан бері білім алып бастадым, соған келейік. Негізі мен вообще білімге құшар адам емеспін. Если честно. Потому что мен бәрін ұмытып қаламын. Кішкентай кезімде қазір оқыған нәрсені ұмытып қалатын болғанмын ғой. Мысалға алатын болса Астана, одан кейін қаласы деп жазып тұр. Астананы оқимын, келесі қаласы деп оқимын. Сосын қайтадан повторно сұраған кезде ана сөзді ұмытып қаламын ғой. Оқи алмаймын, короче. Сондай болғанмын да даже. И 4-ші сыныпқа дейін мен 3-ген оқығам. Енді мектептерде андай бар ғой, қалып кетпесін, бүйтіп деп 4-ке шығарған. Енді қыз болғаннан кейін 3-ке емес, 4-ке шығарған, негізі 3-ке оқығам. 2 алғам даже сондай болғанда. И сол кезде маған ата-анам ұрсып қақпаған ғой. Енді кейін 4-ші сыныпты бітіріп, бастауыш бітіріп болғаннан кейін 5-ші сыныпқа көшкен кезде мен өзім білім алып бастағанмын. Себебі 5-ші сыныптан кейін әртүрлі тақырыптар болады, жаңадан қосылады деген сияқты. И мен больше математикаға жақын болатынмын, түсінікке вообще жоқ етімін. И сол кезде ұмытып қалған нәрсе әлі сонымен, короче, 11-ші сыныпқа дейін солай болған ғой. Сөйтіп мен 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқып бастадым. Көбінесе маған көмектескен алгебра, геометрия, физика, химия, осы пәндер маған қатты көмектесті. Сол пәндерді новыйдан оқыған сайын, әр жыл сайын әртүрлі тақырыптар қосылады ғой. И сол кезде мен есептерді шығарып, всегда 5 алатынмын. Ал түсінік пәндерде биология, география, тарих, жытық, АКК дегендер сабақтан вообще сабақ айтпайтын. Я такая была. Потом кейін универге түскеннен кейін, что мен білем минусымды, что мен түсінік айта алмаймын. Еще мен таңдап алғам, жыты АКК таңдап алғам, жаттау керек, оқу керек, түсіну керек. И 11-ші сыныпта мен оқимын ғой. Жыты АКК өңке түсінік айтатын пәндерді, короче, мен оқимын. Сөйтіп оқыдым, сол кезден бастап жаттап үйрендім. Даже өзіме қойдым сұрақ, что мен қалай түсінік айтсам болады деген сияқты. Менде плюс болған жаттау. Мен жаттап алсам, мен ұмытпаймын оны. Сол себепті еще оны жаттаған кезде повторно қайталай беру керек. И сол кезде мен ана тақырыпты кейін оқыған кезде қайтадан сол есіме түседі. А если мен оны қайталамай, жаттамасам, ол менің есіме түспейді. Сондай нәрсе. Даже адаммен сөйлесіп отырған кезде де ол әңгіме айтады, сол әңгімені мен келесі күні и сол моментте ұмытып қаламын. Әлі күнге дейін жол жаттай алмаймын. Әлі күнге туиспен жүремін. Только үйге жұмысқа баратын жолымды білем. Иногда маған керек постоянно барып жүретін жерлерді ғана білем, ал қалған жерлерді білмеймін. Даже жұмыс пен үйдің арасында басқа жерге бұрылып кетсем, мен туристі қосамын да қайтадан үйді адресін жазып солай барамын да. Подружкамның үйіне 10 рет барсам да мен оны жаттамаймын. Сондай бір менің минус плюсім бар. Кейін универге түстім, универге түскен кезде тоже түсінік. Еще бізде өңке қыздар болды да, қыздардың барлығы жақсы түсінік айтады, ал мен, короче, старалась. Даже мен алдын ала оқып баратынмын сол тақырыпты. Лекция болатын уақытта біздің мұғалім, преподаватель сабақ айтатын алдында мен оқып біліп отыратынмын. Себебі бізде кітап болатын, келесі тақырыпты қандай екен біліп отыратынсың. Еще андай не беріп қоятын тақырыптар әр айға бөлінген, бір семестрға берген тақырыптарды порталда бізде тұратын. И сол порталдан оқып, қарап, примерно қандай неде айтылу керек, түсіну керек. И соны мен алдын ала оқитынмын да и жаттайтынмын. Даже сөзбе-сөз жаттап алатын кездерім болған. Абзацқа бөлемінді и соны оқитынмын. Отырып алатынмын да оқитынмын. И келесі күні сол
лекция айтып жатқан кезде жаздырады ғой бізге, и жаздыртып жатқан кезде мен уже біліп отыратынмын. Мына жерде мынадан кейін мына сөз деп. Сонда мен уже үйде жаттадым бір күн бұрын, и лекцияда қайталадым. Үшінші күні практика болады, и практика болған күні мен тарсылдатып айтып беремін ғой. Мен түсінік айту үшін осылай 3 күн қиналып, короче, мен айтатынмын. Бірақ соның пайдасы тиді. Қазір тек қана керек нәрселерді ғана есімде сақтаймын. Осындай бір жұмысқа қатысты болса, менің біліміме қатысты болса ғана жаттаймын, ал қалған уақыттарда даже маған ұнамайды бар ғой есімде сақтау, анау қалай болып жатыр, не болып жатыр. Если маған керек болса, мен оны жаттап аламын. Если маған керек емес болса, короче, жаттамаймын. Осындай нәрсе бар. И білім алып, осылай универ кезде, мектепте 11 сыныптан бастап оқып бастадым, яғни 5 сыныптан 11 сыныпқа дейін оқылды. 11 сыныпта одан сайын жақсы болды, универде одан сайын жақсы болды, қазір одан сайын жақсы деген сияқты. Қазір мен уже кітаптарды оқимын, әртүрлі кітаптарды оқимын, даже оны электронды түрде менде Telegram бар, даже өзім кітап сатамын, Instagram, тоже Telegram, астап жазсаңыздар, сұрасаңыздар, мен сіздерге беремін. Осы кітап оқығаннан бастап мен әртүрлі қырларым ашылды. Бір кітапты оқып бітіргеннен кейін мен уже басқа қыр шығады, и сөйлей бастаймын, басқаша сөйлей бастаймын деген сияқты. Сондай бір қасиеттерім болады. Кітап өте жақсы, білім алу деген өте жақсы. Іш пыстырарлық зат, но білім алғаннан кейін түсінесің, что іш пыстырарлық зат емес екен. Ұзақ уақыт керек, но ұзақ уақытқа шыдауға болады. Білім стоит. Айтады ғой, сенің байлығыңды, ақшаңды біреу тартып алады, ал сенің біліміңді ешкім тартып алмайды. Себебі білім ол сенің өзіңде қалады. Осындай білім ең маңызды өмірде рөл ойнайтын қазіргі жағдай. Қазіргі заманда білімді емес азамат жүрсе, онда оның өмір сүруі қиындау болады. Ал егер білімді азамат қазіргі заманда жүрсе, онда оның өсуі де, дамуы да тез болады. Сол себепті білімді әрқашан алып отырыңыздар, дамыңыздар деген келеді, и мен де солай білім алып даму үстіндемін. Все, менің видеом аяқталды. Видеом ұнаса, лайк болса, комментарий жаза. Всем пока.